Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Тарих тағылымы арнама қош келдіңіздер. Бізде қонақта Мақаш ауылдық округі Алға ауылының ардагерлер кеңесінің төрағасы Ерболат Мәутайұлы ағамыз қонақта. Бастапқы тақырыбымыз жұртына жанашыр болған атты танымдылық сұхбаттық кешіміз Мақаш Шолтырұлы Бекмұхамбетовтің өмірбаяны және сіңірген еңбектер туралы ой-пікір толғамақпыз. Қош келдіңіз аға. Біздің тақырып түсінікті деп ойлаймыз. Тұлғаның ұлылығын толғайтын бір кезең болмақ. Мақаш Бекмұхамбетов 17 қыркүйек 1830 жылы қазіргі Атырау облысы Құрманғазы ауданы Мақаш ауылдық округінің Сасықтау деген жерінде дүниеге келеді. Заманның заңғары, асқан білімді, терең ойлы, дүниетанымы мол Мақаш Шолтырұлы Бекмұхамбетовтың тарихтары, орны, иісі қазақ үшін Шоқан, Ыбырайым, Мұхаммед Салықпен пара-пар деп айтсақ қателеспесіміз анық. 8 қырлы бір сырлы қай салада қарасақ та өзінің пікірі, ой тұжырымы, байымдауы мол Мақаштың халқымызға сіңірген еңбегі орасан зор. Аға, біздің сұрағымыз осы Мақаш Шолтырұлының өмірбаянынан сіз білетін, біз білмейтін, ой түйіндейтін жерін айтып берсеңіз. Енді мынау жаңа Мақаш Бекмұхамбетов өзің айтқандай 1830 жылы жаңағы мынау қазіргі Атырау облысы Құрманғазы ауданы Мақаш жаңағы Сасықтау өңірінде дүниеге келді. Сасықтау өңірінде дүниеге келді. Сол Сасықтауда өзінің атасы Бекмұхамбеттің сарайы болған. Жаңағы Сасықтаудың батыс етегінде оған жаңағы салдырып берген өзінің әкесі Шолтыр деп деседі. Оны енді біздер жаңағы нелерден көз жүгіртіп қарағандағы өзіміздің ой несіміз ғой. Шолтыр әкесі ондай керемет адам болмағанмен, бірақ Бекмұхамбет дейтін атасы өте ойлы, ғылымға көп еңбек сіңген, соның жаңағы өз несін жаңағы немерелерін тәрбиелеуде көп еңбек сіңірген адам деседі. Жаңағы ол енді жаңағы төре тұқымы болмағанмен Бекмұхамбет жаңағы патша, россиялық жаңағы патшаның алдында халықтың мұң-мұқтажын, жаңағы солардың жаңағы жайын, мұң-мұқтажын жаңағы мәселе етіп қоя білген адам дейді. Жаңағы бұл жаңағы Бөкей хан менен Жәңгір хан тұсында кеңесші болып қызмет жасаған дейді. Мына Шолтыр атамызды, Мақаш атамызды сол жаңағы Бөкей менен кімнің кезінде кеңесші болып істеген, жұмыс жасаған адам дейді. Жаңағы сол кеңесші болып, сол кезде жаңағы, ол кезде жаңағы сырт, мысалы Петербург, Астрахань, Орынбор, Қазан, сол кездегі жаңағы, сол кезде оқу арту орындар болған ғой сояқта. Соларды оқып, сол жақтан жаңағы білім алып, жаңағы өзінің бар білген түйгенін осы өзінің халқына келіп, соны жаңағы жүзеге асырған адам деседі жаңағы Мақашты. Енді сол кезде енді жаңағы патшалық Россияның кезінде қударушылық болған. Ол кезде тек байдың балалары жаңағы үлкен қолында қаражаты бар, жаңағы ақшасы бар деген сияқты сондай малы бар адамдар ғана, солардың балалары ғана оқи алатын болған ғой сол кезде. Сол кезде енді ол сол кезде атағы шықпай қалса да, соңынан жаңағы мынау енді репрессияның кезінде болды ғой, көп қударушылық болды қазақ халқының елінде. Соның жаңағы келіп өзінің жаңағы Орынбор газетінде оқуын бітіріп келіп, жаңағы өзінің досы болады ғой, жаңағы кім деген Салық, Бабажан дейтін Салық, сонымен екеуі бітіріп еліне келіп, еліне көптеген қызмет жасаған адам деседі енді. Бұл енді мынау Мақаш енді осы Каспий теңізінің солтүстік жағалауында бірінші, екінші уезде басқарған адам дейді, 50 жылдай. Сонда өзінің халқына зорлық, зомбылық жасамаған, жаңа халқына басқа да жаңа мал мүлкіне, отырған жеріне ондай жаңа қысымшылық жасамаған адам деседі. Керісінше халқына сондай оқу ағарту үшін көзін оятатын, жаңағы қара қазақтың көзін ояту үшін
бар білгенін осы халықтан аямаған адам десек жаңағы Мағашты. Бұл енді Мағаш жаңағы 50 жылда ел басқарған енді біздер жаңағы оқып біліп көргеніміз ғой енді. Мағаш жаңағы негізі өз бөкей ортасында жаңағы кеңесші болып жүрген кезінде де жаңағы Мағаш өзі ойшыл, сондай жаңағы білімді оқу ағарту ісіне де сондай жаңағы жақсыны алған адам дейді ғой енді. Соның жаңағы сол патшалық Россияның кезінде жаңағы құдалаушылық, қара халықты еңбекке баулау, жаңағы кәсіпкерлікке баулау жөнінде жақсы қызмет атқарған адам дейді. Жаңағы қара қазақты жаңағы балық аулау кәсібіне, басқа да кәсіптерге жаңағы соған жұмылдырып жұмыс жасаған, қысымшылық жасамаған адам. Наоборот, сол халықтың көзін ашу үшін жөнінде көп қызмет атқарған адам десек. Рахмет аға. Енді біздің екінші сұрағымыз, Мақаш әкімді халық не үшін тану керек? Яғни тұлғалық қасиеттерін айтып берсеңіз. Енді Мақаш сол кезде енді мынау қолына жармасқан қатал заманға қарамастан дейді. Қатал заманға қарамастан жақсылық жасаған, адалдық жасаған. Адалдық әр уақытта да адалдық, жақсылық әр уақытта жақсылық қойды. Бұл бәлкім Мақаш бабамыздың аласармас абыройының сыры осында шығар. Халқына адал қызмет жасауында. Округтың аты берілген, көшенің аты берілген, Мақаш әкім басқа қандай сый құрметке лайық деп ойлайсыз? Мақаш әкім енді кезінде айттық қой, енді ел басқарды деп, сондықтан соңындағы жаңағы халқы, өзінің артынан үйілген халқы жақсы құрметтеген ғой енді Мағашты. Сондықтан қазір мынау тасмамағаттың кезі. Соның кезде осы бабамызға өзінің мынау тұрған жерден жаңағы өзінің жаңағы бетін тұрғызды ғой. Кесенесін тұрғызып, туғаны Маңғыстаудан тас алдырып, жаңағы осындағы жаңағы жазушылар бар, жаңағы соның бәрі келіп, осында жаңағы сол кесенені салып, оған еңбек сіңірген адамдар бар. Осы ауылдың ішінен де еңбек сіңірген, ауылдан да сол келіп, жаңағы соның кесенесін тұрғызуға атсалысқан адамдар көп. Енді Әбіш Кекілбаевтар келді сол кезде, кімдер келді, Иманғали Тасмағамбетов сол кезде әкім болып тұрған кезінде, басқа да жаңағы адамдар, жазушылар келді ғой енді. Жазып жүрген кім келді сосын Әлімгерей, Өтепберген Әлімгерей, солар бәрі бар астында болды. Бірақ енді сол кісінің жақсы қасиеттері жаңағы сол мектеп ашып, жаңағы сол қара қазақтың балаларын оқуға тәрбиелеп, соларды алға жетелеген адам дейді ғой. Сол жерде жаңағы өзінің ағаштан салған үйі болып дейді, қазіргі осы мына Мағаш кесенесінің қасында. Соны сол жаңағы ол ағаш үйді қазір осы Гәншікенің орталығында бар әлі. Осы сол жаңғыртты деймін, сол музей етті ме білмеймін. Сол әйтеуір сол жаңағы Мағаштың сол жерде тұрып, барлық осы Каспий теңізінің жағалауындағы елді басқарғандағы негізгі қасиеті, оның адамгершілігі, жаңағы халқына деген үшін адал еңбек сіңірген адам дейді. Әкім болған, халқына өте жақын болған адам дейді, деседі олар. Бөрі болар, бөлтірігін ерткен дір болар, қарны ашқан күнінде саз балшыққа аунатып, бірін-бірі жер болар. Әрбірінің баласы 6 болар, 5 болар, 6-5-тің ішінде әбден күшті бірі болар. Әбденмен жүргенде осалы оның кем болар. Әбденнен айрылса, әрбіреуі әр жерде, әрбір итке жем болар. Бұл өлең Мақаштың жақсы үгіт кітабында бар, бірақ аздаған өзгеріске ұшыраған. Мен қазір халық аузындағы үлгісін айтып отырмын. Бізді сұхбатта болған Мақаш ауылдық округі Алға ауылының ардагерлер кеңесінің төрағасы Ерболат Мәутайұлы ағамыз қонақта болды. Аға, сұхбатыңызға рахмет. Осымен жұртына жанашыр болған атты сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз,
келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Әмин. Рахмет.